Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын бала кездегідей сүзбелі бәліш жасаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар: жұмыртқа, қаймақ, қант, қопсытқыш, тұз, сары май және ұн қажет. Алдымен електен өткізілген ұнымызды ыдысымызға саламыз. Сары майымызды салып, үкіштен өткіземіз. Сары май бізде тоңазытқышта тұрған сары май болса, жақсы өтеді үкіштен. Осылай араластырамыз. Тұз, қопсытқыш, қант салып, жақсылап араластырамыз. Қаймақ, жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз тағыда. Енді қолымызбен осылай илейміз қамыр қылып. Сары майымыз еріп, осылай бір-біріне жабысып, қамыр пайда болды бізде. Қамырымыз дайын. Пакетке салып, 15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Бізге кураганы осылай мен майдалап қостым. Творог қажет. Жұмыртқа, қант және ванильный сахар пайдаландым. Сіздер курага қолдансаңыздар да, қолданбасаңыздар да, қалауларыңызға қарай. Ванильный сахар саламыз, қант саламыз және бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Сіздер творогтың үстіне мейіз қолдансаңыздар болады, курага қолдансаңыздар болады, әртүрлі басқа да апельсин, лимон қолдансаңыздар болады, қалауларыңызға қарай. Менің қамырым дайын. Мінекей, екіге бөлеміз. Жая бастаймыз. Листтің үстіне өлшеп осындай пергамент қағазын дайындап аламыз да, осы қағаздың үстіне жаятын боламыз. Осындай крышканы қойып, өлшеп дайындап аламыз. Видеодағыдай жасап шығамыз. Артық жерлерін осылай қырқып шығамыз. Ол қамырды бетіне қолданамыз кейін. Видеодағыдай осылай қалауыңызға қарай жасап шықсаңыз болады. Мінекей, бізде дайын. Енді салмасын саламын. Бірдексетіп жайып, енді листке саламыз осылай. Қалған қамырды осылай жайып, әртүрлі форма жасасаңыздар болады, гүл жасасаңыздар болады, сетка жасасаңыздар болады. Мен осылай жасап шықтым, полоскалар. Бір жұмыртқаны алып, бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Мінекей, біздің сүзбелі бәлішіміз дайын. Қараңыздаршы, қып-қызыл өте дәмді болып шықты.
сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.